Ерулік ежелден енген дәстүр. Іргесіне келіп көштіреген көршіні қонақ етіп, білісіп сұрасатын салт. Ағайынның аты озғанша ауылдастың тайосын дейтін қазақ үшін Құдай қосқан көрші қашанда сыйлы. Ерулік беру арқылы жаңа қоңсыны етене жақындастыруды, бөтен сүретпеуді көздейді. Ерулікке шақырған үй қыстан қалған қазы қартасын асып, табаққа бауыр салады. Ол бауырдай араласып, жақын жүрек дегенді білдіреді. Шаңырағында енді еңбектеуге үйреніп, бауыр көтерген бала болса, бауырынан табақ жүгірту дәстүрін жасаған. Ертерек аяқ бассын деген ниетпен ас салынған табақты үлкендер бала бауырынан өткізеді. Балапандай талпында, аршында бөпем аршында, жел маядай желгек бол, қас тұлпардай сергек бол, маңдайыңнан күн сүйіп, ақылды ойлы дана бол. Талпынып тұрған бала бауырын ыстық тамақтың лебі шалғанда, бойын түк ұстап, тезірек аяқтануға ұмтылады деп ырымдайды. Дәстүр мен салтты берік ұстанған біздің қазақ әрбір күнін осындай әдет ғұрыптар жасап, той думанмен өткізген.